Жалғанда жартысы жоқ жан секілді, жалғыз жүріп өзіне заң секілді. 40 жыл тірі адамнан жеңілмедің, қамалын алдырмаған хан секілді. Сүймегендер сағынбайды деген әні саған арнап жазылған ән секілді. Сүймек түгіл сағынып көрмеген қыз, шынымен сол ән саған дәл секілді. Сезімі өлмек түгіл тірілмеген, қыстың күні ататын таң секілді. Жүрегіңде қарайып қалған шығар сұлудың бетіндегі қал секілді. Дегенменен жанарың жарқырап тұр, қараңғыда көрінген шам секілді. Табиғатқа қалайша қарсы келсін, тірі жанға нәрсе ғой тән секілді. Не де болса өзінен сұрайықшы, нәпсісінің жағдайы нән секілді. Сүйетін плотнигі болмаса да, сағынар сантехнигі бар секілді. Ей, дүние-ай! Ақындар бұл айтыста толып тұр ғой. Шетінен көрікті қыз көрік тұл ғой. Ал мені жұп қылыпты мақсатпенен, құдай-ау бір пәлеге жолықтым ғой. Баяғы плотнигімді еске салып, бұл менің тас төбемнен төніп тұр ғой. Сағынар сантехнигі бар мекенде бірдеңе білгісі кеп өліп тұр ғой. Шәмшінің сүймегендер сағынбайды, әні тек сен жайлы деп жорып тұр ғой. Шынымен өзімнің де уайымым сол, жүрегім әлсіз ғана соғып тұр ғой. Ішінде тоқ бар мекен, от бар мекен, жарығы көптен бері сөніп тұр ғой. Әй, соны дұрыстап бір тексеретін, негізі мен высокий вольтпын ғой. Сондықтан сантехникте, плотникте емес, көңілімді басқа нәрсе бөліп тұр ғой. Дәл қазір жан саяға керек адам, кәдімгі электрик болып тұр ғой. Игагай. Тоқ алғын кеп отқанын айтып отсың, 220 вольттың шамасында. 220 саған көмектеспес, бірден 380-ін аласың ба? Бір емес бірнеше рет айттым саған, осындай айтыстардың шарасында. Шапқылап топқа түсіп жүре бермей, тоққа да түсіп тұр деп арасында.